Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз English Plus 6 сынып кітабының 10 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Және де каналыма тіркеліп жатқан жандарға көп рахмет айтқым келеді. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы What are you into? Сен немен айналысасың, немесе қандай нәрсемен айналысқанды ұнатасың? I can understand a text about people's interests. Яғни сабақтың мақсаты мен басқа адамдардың қызығушылығын түсінемін, мәтінін оқып аудара аламын. Ең бірінші my interests, менің қызығушылығым. Баян, Вероника, Ерасыл деген 3 оқушының жалпы немен айналысқанды ұнатады, сол туралы мәтін қалдырған, мәтінді оқып аударатын боламыз. I love pop music and I've got a lot of downloads on my MP3 player. My friends are mad about Jack Halip, but I'm not into hip hop. I really like sport, especially volleyball and tennis. But I can't stand cycling. One of my interests is art, but I'm not very good at it. Мен поп-музыканы жақсы көремін, және де біраз MP3 плееріме сол туралы өлеңдер жаздым. Менің досым Жак Халипті ұнатады, бірақ мен ұнатпаймын хип-хопты. Және де мен спорт ұнатамын, оның ішінде волейбол және теннис. Бірақ велосипед айдап үйрене алмадым. Және де менің бір қызығушылығымның біреуі ол сурет салу, бірақ мен онымен қатты сала алмаймын дейді. Енді Вероника. I am interested in sport, especially football. I'm in Astana FC fan and I've got photos and posters of the team. I'm not mad about books, but my friend Natalia and I love watching TV. Natalia has got a TV in her room. One of my interests is photography. I haven't got a very good camera, but my photos are really good. Мен спортпен айналысқанды ұнатамын, әрине ол футбол. Мен Астана командасының жанкүйерімін, және де суреттері мен плакаттары бар. Мен кітап оқығанды онша ұнатпаймын, бірақ менің досым және Наталья дейді. Және мен екеуміз телевизор көргенді ұнатамыз. Натальяның бөлмесінде телевизор бар. Және де менің бір қызығушылығым ол суретке түсіру. Менің әдемі камерам жоқ, сол себептен менің суреттерім онша әдемі болмай шығады. Енді Ерасылдың мәтінін оқиық. I am into skateboarding and swimming. I am good at martial arts, especially taekwondo. My friend Arthur likes taekwondo too, but he hasn't got a green belt. We've got a computer at home, but I don't really like computer games. I prefer chatting on the internet. I like books, especially books about animals. I really like animals, but we haven't got a pet. Енді аударамыз. Мен скейтбордты ұнатамын, және де жүзгенді ұнатамын. Және де арнайы спорт түрімен айналысамын, әрине ол таэквондо. Және де менің досым да Артур таэквондомен айналысқанды ұнатады, бірақ оның жасыл белдігі жоқ. Біз екеуміздің де үйімізде компьютер бар, бірақ біз компьютер ойындарына қызықпаймыз. Мен өзімнің достарыммен чатта сөйлескенді ұнатамын, кітап оқығанды ұнатамын. Әрине ол кітаптар жануарлар туралы болса. Мен жануарларды шынымен де ұнатамын, бірақ біздің үйімізде үй жануарымыз жоқ.
Бірінші мен екінші тапсырманы біз орындап болдық, мәтінді оқыдық, аудардық, жалпы үшеуінің де қызығушылығын айтып өттік. Енді үшінші тапсырма. Read the text again and choose the correct answers. Мәтінді оқимыз және де мына берілген тесттің дұрыс жауабын табамыз. Үшінші тапсырма. Veronica is not into books. Вероника кітап оқуын ұнатпайды. Наталья has got a TV. Наталья өзінің бөлмесінде телевизоры бар. Ерасыл is good at taekwondo. Ерасыл таэквондомен айналысқанды ұнатады. Ерасыл isn't interested in books. Жоқ, computer games. Ерасыл компьютер ойындарына қызықпайды. Баян is into pop music. Баян поп-музыканы ұнатады. Баян isn't good at art. Баян суретпен айналысқанда сәл нашарлаумын деп айтқан болатын. Енді төртінші тапсырма. Build your vocabulary. Find these sentences in the text, then complete the sentences with the words in blue. Мәтінде берілген көкпен жазылған сөздерді осында теріп жазатын боламыз. Ол үшін мәтінмен жұмыс керек. I'm books. Осы сөздерді кітаптан тауып аламыз да, сызықтарының орнына көктен берілген сөздерді қойып шығамыз. I'm books. Ерасыл кітап оқығанды ұнатады. I prefer books. Мен кітапты ұнатамын. I am chatting on the internet. I really like sport, especially volleyball and tennis. I'm an Astana FC fan. I am good at martial arts. Hip hop. I'm hip hop бізде кім ұнатады? Баян. I'm not into hip hop. Complete the sentences for you, then compare your answers with a partner. Өздерің туралы сөйлем құрастырып жазасыңдар, және де оны өздерінің порталас досыңа немесе сыныпқа оқып бересің. Сен нені ұнатасың, немен ұнатпайсың, немен жақсы айналыспайсың деген секілді. Мысалы, I'm into books about animals. What about you? Мен жануарлар туралы кітапты ұнатамын. Сен нені ұнатасың? I prefer comics. Мен комиксті оқығанды ұнатамын деген секілді. Өздерің сыныптастарыңа сөйлем жазасыңдар, сұрақ қоясыңдар, солай құрастырып жазасыңдар. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау бол.